Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз бүгін кезекті нысанымыз, яғни Талғар ауданындамыз. Таудың бөктеріндегі демалыс орындары, яғни зона отдыха дейді. Бұл жерде бізде 40-қа жуық демалыс орындары бар. Біздің негізгі задачамыз осы құрылысты басынан аяғына дейін техникалық қадағалаудан өткізу. Яғни бұл жерде тек демалыс орындары емес, қосымша бұл жерде бассейндер бар, жаздық бассейн, қысқы бассейн, тағы да бала-шағаға арналған үлкен ойын-сауық орталығы бар. Қазір айтып көрсетіп шығамыз. Қосымша тағы да мынау сияқты екі VIP үй салынып жатыр. Қазір процесін сіздерге көрсетеміз, жүріңіздер. Яғни бұл жерде 5 бөлмелі үй, қабырғаларының бәрі сплиттерный блокпен жасалып жатыр. Яғни бұның бәрі ертең сыртынан ішінен қапталады, ешқандай суықты өткізбейді. Санузелдері бар. Мына жерде енді жұмысшылар өздері жатып демалады. Асты 3 метр. Керек жарақтарын қоюға және паркингке де орын бар. Осында үлкен терезе. Жалпы ішінде кафель басу жұмыстары жүріп жатыр. Кафель төсеп жатыр. Бәрі дизайнға, проектіге сәйкес. Соның бәрін толық қадағалап, қабылдап аламыз жұмыстарын. Одан кейін мына жерде жаңа көрсеткендегідей сплиттер болғанмен іші осылай қапталып жатыр. Инвата дейді, яғни каркас жасап, USB сыртынан осы ағашпен қаптап әсемдігін білдіреді. Осының бәрі дизайнмен болғаннан кейін осылай шығып жатыр. Өте керемет жалпы. Кішігірім әр үйге өзіне арналған осындай банясы болады, яғни мынандай термоплита дейді. Осымен қаптап, жылуды ыстықты сақтайды. Жұмыстың барысы әзірге осы. Мына жерде бізде жазғы алаң, яғни детский взрослый бар деді, үлкендерге де жастарға арналған бассейн болады, үлкен. Осы бассейнде қазір мына жұмыстар жүріп жатыр. Мына жерден шығып, мына металл конструкция ғой. Шығып лестницасы болады, басқасы болады. Мініп, мына айналып түсетін болады. Енді бұның бәрі проектіге сай салынып жатыр, өйткені проектіде сметный документацияда не беріледі, сонымен жалпы біздер қабылдап аламыз әрбір материалдың паспорты мен сертификатымен. Енді ар жақтағы жұмыстарды қазір көреміз. Мына жерде бізде үлкен бассейн болады, жазғы алаң ғой жалпы. Мына жерде отыратын, жаңағы жататын. Мына жерде бетон құйылды. Бетонның бәрін протоколын, паспортын алып келгеннен кейін барып қана енді рұқсат береміз ғой, ГОСТ бойынша. Бұның бәрін прочность алған бетондар. Одан кейін процестер енді жұмыстарын жасап жатыр. Жалпы осы жұмыстың барысы, ар жағын қазір көреміз тағы да. Что там уровеньге отыр ма? Қадағалау барысында біз әрбір стена болсын, полдағы кафель болсын, бәрін осылай
уровеньдермен тексерип аламыз. Мінекей, вертикалды, горизонтты түрде бәрі қадағалаудан өтеді, толықтай. Одан кейін барып келесі жұмыстар жүреді. Енді бұның өзінің әр нормативі бар. Шурфтар атылып жатыр, өзінің арақашықтығын сақтау керек. Ішіндегі мына проводкалар бар. Бұларда GoPro болу керек дегендей, мынандай. Әрбір нәрсе, әрбір процесс жалпы біздің қадағалауымыздан толық өтеді. Әрбір жұмыс өзінің технологиясына байланысты жасалатымыз. Мынау сияқты мінекей. Кафельдің астына осындай грунтовка жағады. Яғни шаңын басап, кафельдің өзінің жақсы жабысуына осы жауап береді. Электрик өткізгіш сымдардың проектіге сай болу керек, яғни сечениесі дейді. Осының бәрін толық қадағалаудан өткіземіз. Өздеріңіз көргендей жұмыстың барысы осы жалпы. Біз үшін технадзорлық міндет алынғаннан кейін жұмыстың уақытысында және сапалы түрде орындалуы біз үшін өте маңызды. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.